сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Біз өткен сабақта қазақ тілінен сын есімнің құрамына қарай дара және күрделі болатындығын өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз сын есімдер мағынасына қарай сапалық және қатыстық сын есімдер болып екіге бөлінетінін өтетін боламыз. Сын есімдер мағынасына қарай екіге бөлінеді. Олар сапалық сын есімдер және қатыстық сын есімдер болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есімдерден жасалып, заттың санын тікелей анықтайтын сын есімнің түрі бізде сапалық сын есім деп аталады. Мысалы, жасыл, қызғылт, әдемі, қысқа, тағы басқа. Заттың сынын басқа сөз таптарының мысалы, зат есім, есімдік, етістік, үстеу, қатысы арқылы білдіретін сын есімнің түрі бізде қатыстық сын есім деп аталады. Яғни өзге сөз таптарының қатысуы арқылы жасалатын сын есімді біз қатыстық сын есім деп атаймыз. Мысалы, түнгі, таулы, көрікті, алғыр, аяулы, тағы басқа сөздер. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар. Біздің YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.